ризашылық пен мейірім, бейбітшілік пен келісім үйлесім тапқан мерейлі мезет. Бұл мейрам елімізде 2016 жылдан бастап енгізілді. Сол жылғы Қазақстан Халқы Ассамблеясының мәжілісінде 1 наурыз алғыс айту күні болып белгіленді. Бүгінгі айтулы мереке көктемнің алғашқы күнімен қатар келген алғыс айту күні құтты болсын. Бірінші көктемнің мерекесіне алғыс айту күніне осы шара ұйымдастырғанына Бүкетсай ауылдық әкімшілігіне, мәдениет ұйымының ұжымына шын жүректен мың алғыс айтқым келеді. Жуанын шашып келген алғыс айту күні құтты болсын. Gülü jaynap bağımız, barşanızga мың alғыс, atсын kөлік таңымыз. Алғыс айтам анама, меніңді данаға, алғыс айтам әкеме, әбіш деген әдемі. Алғыс айтам ұстазға, үйреткені ұшқылда, алғыс айтам досыма, қуаныш сыйлап қосын. Ертең біз үшін, еңбек еткен біз үшін, ертең біздерді, еркін еткен біздерді. Анамызға мың алғыс, адал бол деп балдырған. Алғыс айту күнінде арта берсін береке, алғыс айту күнінде татулықтар орналар, ізгі ниет жүректен алғыс айту жалғанар. Ең шашқан күнім соңғы жылына, бас уағын бағасына арнаған, бір өзінен қуатынды өмірге сенің салған сала жолда жалғаған. Менің қолдаушым тілім дейтін, әжем менің ойашым ойым дейтін, ағам менің бауырым жаным дейтін. Ұлдардың үлкені бір ағам бар, қыздардың үлкені бір апам бар. Ұлдардың кішісі бір інім бар, қыздардың кішісі бір қарындасым, әпкеге сіңлі бар. Аллаға шексіз рахмет, тірліктің атыратқан, анаға шексіз рахмет, ақ күн берген толғатқан, ұстазға ұлы рахмет, нәрімен білім сусатқан, балалық досқа рахмет, қолдаған бірге мұндасқан, солдың айтпам мың алғыс сезімісін жылатқан. Өзге ұлт өкілдерінің жатсынбай, бір үзім нанын бөліп, бір шаңырақ астында бейбіт өмір сүруіне жағдай жасады. Бүгінде Қазақстан көп ұлтты мемлекет. 130-дан астам ұлт өкілі бірлікте өмір сүріп келеді. Бұл татулықтың тамыры тереңде, себебі оның негізінде өзара сыйластық пен қамқорлық жатыр. Тыныш болсын деп тілейік. Халқымыз береке бірлігінен, ырыс ынтымағынан айырылмасын. Осымен
алғыс айту күніне арналған мерекелік концертіміз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.